Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді және жасалуы өте оңай тауықтың төс етінен духовкада кәуап жасаймыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі 2 дана тауықтың төс еті. Жақсылап тазалап жуып аламыз. Осындай орташа 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Қатты үлкен, не қатты кішкентай етіп кеспейміз. Одан кейін тұз, шашликке арналған дәмдеуіш, паприка, қызыл және қара бұрыш, 1 ас қасық томат, 5 ас қасық айран, жарты стаканнан сәл аз сұйық май, 1 шай қасық зира және 4-5 дана сарымсақты үккіштен өткізіп саламыз. Жақсылап қолымызбен араластырып, бетін жауып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 1-2 сағат уақыт өткен соң етімізді алып, осындай арнайы кәуапқа арналған таяқшаларды қолданамыз. Еттің арасына помидор не болгар бұрышын қойсаңыздар да болады. Пеш міндетті түрде қызып тұру керек. 200 градус пеште 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын. Арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.